Неден бастаймыз әңгімені? Әңгімені анау осы ата-тек жөнінде бір шеге айтып жіберсеңіз басында құдамыздың отырысыз енді ата-тек едігеден бастап бері қарай бір шол одан кейін қазанғап қалды. Жарайды. Себебі мынау баба түкті шашты әзиз деген атамыз болған ертеде кәрәмәтті осы Шымкенттің мынау Созақ өңірінің бойында көрінеді қорымы. Сол әулиеден Мәулімнияз деген баласы болған әулиенің сол Мәулімнияздың түсіне перінің қыздары кіріп перінің қызына ашық болады Мәулімнияз. Сол перінің қызын таба алмай бір шөлде бір күндері іздеп келет деген жеріне 3 аққу болып келіп қонған екен көлдің басына. Әлгі аққу. Мәулімнияз сол жаңағы түсінде көрген сол көлге аққу болып түседі. Сонда сенің қосағың дегенменен іздеп келіп жасырынып жатады. Күн болса қысса сол жасырынып жатқан жерінде әлгі қыздар келіп кебенектерін шешеді аққудан, аққу болып келген. Кебенектерін шешіп күн ыссы суға түсіп алайық енді деп ойланады да үлкені айтады, осы адамзаттың иісі бар сияқты. Осы суға түспей қойса қайтеді деп. Соны екінші біреу айтады, әй қаяқтан жүрсін ол. Осы қалың мұң тоғайдың ішінен ол адамзат жүріп қаяқтан келеді деді. Бұл көлді тауып келе алмайды ғой депті. Содан судан шығып жалынады. Ай адамзат, бізде бірдемені білетін едік, біздің де түсімізде бар еді. Осы кенжекейді адамзат алатын еді. Біздің мына сіңілімізді. Әр қайсымыздың тағдырымыз әр жерде біреумізді дәу алатын еді. Біреуміз тағы бір сондай әйтеуір бұйырған жерге баратын еді. Біздің де түсімізге аян беріліп еді. Бірақ осы мына кенжекейді адамзат алу керек еді. Сол сен Мәулімнияз дейді. Сен келдің, біз кенжекейді саған берейік, тастап кетейік. Сен біздің кебенегімізді бер. Дейді, содан кебенегін береді. Кебенегін бергесін, кебенегін киіп алып, қоштасып, кенжекейді тастап кетеді. Міне Мәулімнияз осы жерде үйленеді. Алып келді, келгесін, еліне алып келгесін Мәулімниязға 3 шарт қояды кенжекей сұлу. Біз перизатпыз. Еліңе келдік, тойыңды жасадың, бәрі салтанатты, дұрыс. Бірақ 3 шартым бар дейді. Бірде мына басымды тарағанда, басымды жуғанда үйдің сыртынан сығалама дейді. Сосын тамақ берем. Тамақ берген уақытында өрешеден қарап сығалама дейді. Мына жаңа табақтарды тамақ беретін бұрынғы қазақтың көкінәсі ғой. Қарайдың. Өреше дегеніміз. Сол өрешеден сығалама тамақ беріп атқанда. Үшінші шартым, ол шарт
төсекке жатарда менің аяғыма қарамады. Осы 3 шартты орындасам, мен саған мәңгілік қаламын. Пенде бол. Ал 3 шартты орындай алмасам, онда бізге мәңгілік өмір жоқ, біз айырылсамыз. Осыны өзім ойланым. Мәулім Нияз 1 жыл жүреді, 2 жыл жүреді. Bir күні Құдай абырой беріп әйтеуір жаңағы екі қабат болып бала көтереді, Пермел қызы. Bir күні сол бала көтеріп енді әйелінің 2 қабат екенін біледі. Осы маған осы әйелменде сенетін уақыты болған шығар, осы сенімсіздік бар ғой. Осы маған соны қарама дейді. Осыны не жасырып жүр? Осыны білдің? Көрейінші осы. Осының басын жуғанын мен көрмеймін. Bir жаққа кетейін деп кетіп қалады да, қайтып оралып келіп, үйдің сығаласа, басын жуып отыр екен. Жолдасы. Кенжекей басын жуып отыр екен, басын жуғанда, басының жаңа құйқасын алып, бөлек кәдімгі маска сияқты қылып, соны алдына тарап отыр екен, шашын қарап. Тарап. Содан деп жаңағы кіріп келеді. Bir реті болмады анауынады. Жармажан киіп алды. Содан кейін үндемеді ол күні. Жақсы. Енді екінші рет тағы да шартты бұзды. Bir күн тамақ беріп атыр еді, шартты бұзды, төсекте жатып атыр еді. Мұның аяғында несі бар, осының аяғын деп. Енді ана сыртындағы кебенеге түсіріп енді жатар уақытында қараса, аяғы ешкінің тұқайы сияқты арасында кесігі бар. Сол уақытында шартты бұзды, шаңыраққа кебенегін киіп алды да ұшып қонды. Кенжекей сұлу. Ай, адамзат, сен опасыз болдың. 3 айтқан шартымның 3-інде орындамадың. Менің қасымда мен перизатымын. Менің ағысыным, ажыным жоқ. Менің қадірімді білмейді. Біз басымызды өзіміз қараймыз. Сондықтан мен басымды алып, құйқамды алып, өзім тарап, өзім қараймын. Бізге сондай Құдай қабілет берген. Өзімізді өзіміз күтетіндік. Енді мен саған тамақ бергенде өрешеге қарама демеймін. Адамзат ол қолын жуатта жаңа тамағын бере береді. Қанша шипасыз десең де, ол анау адам болсын деп мен адам жүрегіммен былғап беретін саған. Осы асты адал ішін деп беретін. Онда да көнбедім. Енді жатарда аяғыма қарама деп едім. Ал енді біздің перизаты ұшатын халық. Жерден жүгірсе жүгіретін халық. Сондықтан мынау аяғымызға әлгі киіктің сияқты жел кіреді де сосын көтерілеміз. Міне осындай қасиетіміз бар еді. Сен оның 3-інде орындамадың. Тауып алып баласын туып тастап кеткен бәлен жерде деген. Әкеп беріп кетеді да Кенжекей шешеміз со кеткеннен кетеді. Соның едігені алып келіп, Мәулім Нияз алып келіп жаңағы Тоқтамысқанға береді. Тоқтамысқанға бала қылып береді. Бала едіген. Иә. Сол Тоқтамысқанның баласы болып, сояқта сол есігінің алдында жүргенде ер жетіп адам болып қалып болғаннан кейін жерде үлкен едіге сұлу болды, караматты болды. Тоқтамыстың кіші алған тоқал әйелі ашық болады едігеге. Содан ашық болғасын оған жақындайын десе, оған жақындатпайды едіге. Содан әйел Тоқтамысқанды қарсы қойып едігеменен
жаңағы араз қылады. Сен осы едігеден қорқасың. Мен қалай қорқам едігеден? Мен осындай мен қорқасын. Мен тебен түйреп қойайын, мына жеріңе деп. Тебен түйреп қойса, едіге кіріп келгенде анау селкете қалады екен. Әруағы едігенің басын болады. Сол селкете қалғанда тебен сынып кетеді. Міне осындай қиқиялары көп болады, содан тоқтамысқан мұны едігені өлтіремін деп көп тоқтамысқанмен едігенің жауласатын себебі осы. Енді сол едігеден Нұрадин деген бала туады. Сол Нұрадиннен келіп аяғы Қаббас туады. Одан Мыса деген кісі туады. Мысадан екі әйелі болған Тоқалынан Бәйбішеден Орақ Мамай Әлшағыр Садық деген бала туады. Әлшағыр Садық деген. Енді Орақ Мамай ал енді Тоқалдың балдарынан жаңағы Мысаның Тоқалының балдарынан Әнже Смайыл Тобаяқ, Жамайыл, 7 бала туады. Бұл Смайылдың қолына, тырнағына жазылып шығады екен. Тоқалдың балдары. Сенің ұрпағың осы едігенің ұрпағынан өзіңнен болады деген жазылып тұрады. Содан бастап бұл енді Бәйбішенің балдарын өлтіру керек болатын болады. Қарасайдың інісін өлтірген. Айдын дейді мәштіген. Міне осыдан кейін Садақтың баласы 2 бала қашады. Енді қашып біреуі осы мына Қабақтың, жаңағы мына Қазақтың Әлім деген ұлтының ішінен, жаңа Жаманақтың ауылынан шығады. Сол Жаманақтың Жақайым, Өріс, Бәубек үшеуі 4 жағы 4 құбыла болып шалқасына жатқан баланы ай дүниенің 4 бұрышын алам деп атыр екен. Мына бала оятып, осыны іні қылып алайық деген ойында болады. Ұйқысы қанғасын бала түрегелгесін, әлгі үшеуі баламен жолығады. Кәне нелсің, кімсің десе айтпайды жөнін. Арқасында жауырынның үлкендігінде қаны бар екен. Кесенің үлкендігінде, жауырында. Жақсы, сен айтпасаң айтпай-ақ қой. Біз Мәку деп сені атаймыз. Арқамсында осындай қалы бар екен дейміз. Бізге нанбас. Жаугершілік уақыт қой. Біздің еліміз осы мына 2 төбенің астынан 3 жерден қырдың астында ауылымыз бар. Соған бар, біз ас береміз сөй жерде. Іні қылып, бала қылып алайық. Сенімді болады. Жаугершілікте кеткен ініміз ет, атық Мәку ет деп айтамыз. Сосын жүрте сен сол уақытта Мәкумін деп айтты. Қалы өзіңнің атын қойып басты. Біз Мәку деміз дейік дейді. Өйткені ананы бұрмалау керек. Сонымен бұл Мәку деп ат қойды, бірақ өзінің аты Қалу. Қалу Сары деген 2 бала қашты. Сарысы мына табындардың ішінен шықты. Қарақойын табын деген табын ел бар, сонан шықты. Осы 2 бала екеуі де келіп ноғайлы, жаңа едігенің ұрпағы, Орақ Мамайдың інісінің баласы, сол мына қазақтың ішіне келіп сіңіп кетті. Сол жаңа Қалудан туатын бөлек айтып отқан тарихымыз. Сол бөлектен айтып бұзыр Тілеуқабақ осы ел тарап отырған қазір. Ал түп негізінде шежірелердің айтуында сонана едігенің ұрпағы деп айтады. Бір ақсақалдардан естігеніміз, жыраулардан естіген әңгімелеріміз осылай аяқталады. Ал олардың бір ыңғайы бар, енді қазір қарап отырса, бұл Ататекке мақтануда емес. Енді қарап отырса, сол Тілеуқабақтың ішінен жаңағы бөлектің балдарынан Қыдырды бір емес 3 көрген Сәңкібай деген Назардан шыққан. Қыдыр көрген. Бір емес 3 рет көрген. Шоңғыртыптен малы сонша көп болған, бай болған. Сонда кел айтты дейді Сәңкібайға. Ай, Қыдыр кел, 3-шіде. Ай, анау малыңның шетін қажер толмай тұр дегенде, бір үлкеннен ой, сонда әу шетінен әу шеті
кішкентай орталауыма қалай дейді. Шықты. Алды ашық жауға шапса, жаңағы жауды көрер. Мысалы, қасша артық тұман болады, жау көрмейді. Кәрәмәтті болады. Сондай 13 жасында Бақтыбай, қазір осы биылғы жылы сол Бақтыбайдың 300 жылдығын тойлама. Шектіге оран болған бүкіл. Енді одан кейін айтайық, мұның тағы керегі Көтібар батыр шықты, Есет шықты. Міне мұның бәрі нені көрсетеді? Мұның бәрі сол жаңағы едігенің әруақты ұрпақтан тарағандығын қаттайды. Бұл жаңағы куәлік. Енді табынға келетін болсақ, жаңағы Сарының бұда кәрәмат болады, мұна Асау Барақ батыр осыдан шыққан. Осы елде жаңағы кіші жүзде осындай мақал бар. Әлім болсаң қабақ бол, табын болсаң лабақ бол дейді. Лабақ деген жаңағы лабақ ұруы, жаңағы сол Сарының балдарын лабақ дейді. Біз жаңағы Пұсырманнан тараймыз. 5 Пұсырман дейді. Тіптен 6-ау, бірақ та жаңағы тұқымы аз болғандықтан өмір темір деген жалғасты оған 2 баласын бір ауыл қылып есептеп кетіп, бесектеген. Олар Қалыбек үлкені, өмір, жарас, 80, осы ең кенжесі. 80 бұла, Қарабас. Мына Қарабастарынан Есет, Көтібар жаңағы батырлар шығады. Қалыбектен шығатын мынау Нияз би деген билер Қалыбекті дауға қойды. Шешеміз Адайдың қызы екен. Сол кісі қыдыр көрген екен. Сосын Құдай оған берген екен. Жаңғыз бурасы бар екен. Ақсақ Пұсырман деген кісінің. Сол бурасын сояйын деп. Әй, осы кімге не болар дейсін, осы бураны, жаңғыз бураны сойып тастайын. Жандық жоқ, басқа ештеме жоқ. Ақсақал келіп еді үйге деп, үйіне бір қыдыр келген, ол қыдыр екенін білмейді, сол шарға сойып берейін деп. Далаға шығып, бураны шөгеріп, аяғын тұсап атыр екен, тұсап жаңағы шөгеріп, енді жығуға үйге келгенде жаңа ақсақал келді. Әй, не істеп атсың, Пұсырман? Мен мына бураны сойып, сендер де жейді, біз де жейді. Осы қаяққа барады, осы бір бура деп ойлап атыр едім дейді. Ниетің рахмет, сенің Құдай берейін десе береді. Мен осы үйде маған беретін басқа да тағам бар ғой. Мына месіңнің пұшпағын қарашы, анау шанашыңның түбінде бір шайын талқан бар ғой депті. Жаңақсы, бір шайын талқан бар ғой. Бір кішкентай талқан бар екен, соны қазанға салады. Дұрыс салып қайнаса, әлгі құйттай талқан бір қазан болып кетті. Қыдыр өзі келгенде көрініп келеді, кетерде көрмей кететін. Сол уақытында Қыдырдың кеткенін біліп, енді Құдай берген екен бізге деп Пұсырман айтады кемпіріне. Құдай берген екен, жаңа кісі жоқ қой, Қыдыр болды ғой. Ол мұна қазан тасып кетті. Құйттай талқан еді. Мұнау Қыдыр дарыған деген осы мүлкі. Ол Қыдыр болды ғой бізге келген. Иә, сіз соны жаңа білсеңіз, мен бағана көріскенде біліп едім деп. Шешеміз. Оны қайдан білдің сен? Анау Қыдыр деген періште ғой. Ол мұна қолы мазол болып, іштеме ұстамайды. Сен адамсың, сенің қолың мазол, сенің қолың қатты болады, буының бар. Ол періште ғой, ол Қыдыр. Мен сонда келгенде буыны жоқ, былқылдағы келді. Былқылдағы, ана құлттай жас баланың толында екен. Сонда мен біліп қалдым деп. 5 баласын сынағанда аузына құмалақ салады, қойдың құмалағы. Қалыбек үлкен баласы аузына салады да тамсап шығарып тастайды. Сосын жарасқа салады, бұда құмалақты алады. Бұда талмап бұда шығарады.
Үшінші баласына салады өмірге де бәрде құмалақты алады. Енді ең кенже баласы 80-ге келеді. Құмалақты алып келіп аузына салса, бұлай қарап алмайды. Екінші жағына ұйықтап атқанда салады ғой. Екінші жағына салса алмайды. Менің балдарым бәрде ұрлықтан жаңағы арамас салудан қазанға бос болмайды екен. Бірақ 80 қазанға арамас салуға болмайды. Сонан біздің атамызға дұға береді. Қазанға арамас салмады. Шетке шыққаның оңбай бірігіп жүріңдер. Тұқымың көп болады. Сосын шешеміз айтқан, Қалыбекке жерік болғанда, жерік болып едім, Қалыбекке жерік болғанда жылқының мына жел көбігіне жерік болып едім дейді. Жерік болып едім. Соны тек жаңа салған сүттің жел көбігін ішіп, жерігім Қалыбек. Сондықтан мұның сөзі көп болады. Қалыбек сөйлеп туады дейді. Бұл тау кес болады дейді. Дауға қой дейді, не Қалыбекті сол. Екінші баласы жарас батыр болады депті. Бірақ жарасқа жерік болғанында жыланның етіне жерік болып еді. Жылан көбаса біріне бірі рахимі көп келмейтін, дарадыр өмір сүретін қалқет мақұлқат еді. Сондықтан жарастың енді бірлігі болмас депті. Өздерінің ел бірлігі болмас депті. Үшінші балам, мынау аққұл құсқа жерік болып едім, тұқымы аз еді депті. Аққұлдың тұқымы аз болады еді. Бұл өмір еді. Бұл жақсы болар, жақсы болған менен тұқымы аз болады депті. Өмір деміз тақ тұқымы аз болды. Бұл кемпір сынағады. Сосын төртінші бала Қалыбек Қарабасқа келіп еді. Қарабас қаншан кел деп тұлды. Бұны қасқырдың жүрегіне жерік болып едім, сол қасқырдың жүрегіне жерік. Мынау қаншан кел деп туған батыр болады депті. Қасқыр. Ал енді 80-ге әттеген ұйттым 80 жақсы болды. 80 адам болады. Қойдың сары ұзына жерік болып. Ұлыздай ұйттылы, сондай бұл берекелі ел болады. Ешкімде тимейді. Ұйқы. Ешкімге де ұрынбайды. Атаңда бастақ бұға деген осы болады. Сол қожам олда әйтеуір жақсы қалыптар шықты. 80-ден билер де жауға да тиіскен жоқ. Өзінің жөніменен өскен көп бал. Осы қабақтың тең жарты 80, 15 баласы бар 80. Иә, 80. Сол бәйбішеден 8 баланың біреуі. Осы бағым деген әруақты атамыз біздің осы бағымнан тараймыз біз. Бағымнан 5 жылда бай дейді. 5 жылда байдың үлкені. Тәнет деген кісі. Содан кейін әуезден сәдір, сәдірден кейін әзберген, әзбергенден кейін кенже деген атамыз. Енді сол әуезден тараймыз біз. 6 бала. Әуезден Жапар, Бегеш, Көбек, Басығара, екеуі тоқылдан туат Басығара бата. Міне 6 бала. Керім деген бала. 4-еу бәйбішеден, 2-еу тоқалдан әуезден 6 бала. Сол Басығараның баласы Шаңбатыр деген менің әкем жалғыз. Сол Шаңбатырдан 4 бала туып еді, Мұқатай деген үлкеніміз жоқ болды, қалған 3-еуіміз қазір бармыз. Соның бақытынан қарап отырған мына Ерсайын, Жасепбай деген бала бар қазір. Енді басқа ұлттарының бәрін енді толық қайдан шығатынын айттым ғой. Енді бастарыңды ауыртпай, тіленше жерге кетпей, кішкентай осы домбырашылықтан бастадық. Айттым, Құдай, Бақат, Басығара батырақ деген не деп шыққан ол?
Басықара Бадырақ деген Басықара Бадырақ па, батырақ па? Бадырақ деген көз бадырақ, көп ауырғасын жүрді жеңгелері атап кеткен аты Бердібай екен. Солай дейміз. Бердібай екен аты. Бердібайды соны жан жеңгелері Бадырақ деп атап кеткен. Көп ауырған сосын көз бадыраймен де және неткен ғой, сосын Бадырақ деп кеткен. Жеңгелерінің қойған аты. Ол бір үйлі жаны Басықараның шешектен қырылып қалып, 53 жасында халық жиналып, жасына бір қарадан қара беріп, ел жинап. Содан Балсары деген шешемізді алып береді. Сол Балсарыдан Басықарадан жаңағы жаңғыз ұл туады. Ол ұлдың атын Шаңберген қояды. Оның Шаңберген қойылатын себебі шала туған екен 6 айлықта керегенің басына іліп қойып әкемізді. 40 күннен кейін 40 керегенің басының көзінен өткесін. 90-ға келген енді ғой деген шешеміз келіп, «Әй, тоқал балаңды көрсет, Басықараға бірдеме ереме деп едім. Бұл баланың да өзі шала туды ғой, көрейін, балаңды көрсет» деген екен. 40 күн өткеннен кейін керегенің басынан алып беріп баланы қараса, көзін ашып дүниеге қарап жатыр екен. Сонда мынау Басықараның ізіне ешкім ермейді шығар деп едім. Шаңберген екен. Алыстан бір Шаңберген екен әлі. Аттың бір шапқанда шаң көрінеді ғой. Сондай мынау Шаңберген екен ғой. Басықараға артына ұрпақ болар. Бұл Шаңберген екен деп кемпір шығып кеткен екен. Сол кемпірдің айтқан сөзін менен осы кісінің аты Шаңберген болды. Өзі жаңғыз бала болды, ерке болып өсті. Сол Шаңбергенді жұрт бер жағында батыр деп қосып Шаң батыр атанып кетті. Біздің әкеміздің Шаң батыр атанатын себебі осы болды. Сол Шаң батырдан 4 бала дедім. 4 баланың ішінде мен жаңағы ішіндегі домбыраға ең жақыны болып болдым. Осындай домбырашы болдым мен енді. Енді оның арғы тарихын айтпай-ақ, сол тұқым қуатына рас, нағашыма тартып мен домбырашы болдым. Әкем соның қызығып, маған сол домбыра шауып беріп, сөйтіп әйтеуір сол домбыра ашып үйренуіме өте құштар болды. Мен кішкентайымдан бастап осы Қазанғап күйлерінің мұңдылығына, осы мына Қазанғап күйлерінің философиялық мәніне әуес болдым. Бұл уақытында мұны көбаса ешкім тартпайтын деп, тартқызбайтын деп. Пессимизм, үкіметке қарсы дегендей, революционерлік мұнда ешқандай іштеме жоқ деген сияқты. Десе де жаңағы күйдің сарынын мен тәуір көріп соны үйрене бастадым. Ал енді бұл Қазанғап күйлерінің, бұл Қазанғап кім, қайдан шыққанын айтайын десем, кейін сұрастырып қарадым. Бұл Қазанғап Шаншықылы қайдан келді біздің елге. Бұл Қазанғап деп аты шығып күйші неге болды? Осыны зерттеу маған өзінен өзі тура келді. Сол шалдардан сұрадым. Сонда сұрағанда үлкен ақсақалдардың айтатыны, осы 17-ші ғасырдың тұсында бұланталай жаугершілікте жаңағы Қангелдінің бір баласы Қалдыбай дедім, бір баласы Пұсырман дедім, бір баласы Жолдыбай, бір баласы Шіңгір дедім. Сол бір баласы Төлес дедік Қабақтың. Сол Қангелдінің баласы Қалдыбай батыр әлгі неге барады? Қоқанның хандығына. Ел кезіп, астығы үшін, тіршілігі үшін сол сауда жасап, сояққа Қоқанның хандығына барса, Қоқанның қаны өліп жатыр екен. Ол елдің дәстүрі бойынша Қоқанның хандығында кімде-кім қан өлсе, қанды қолдан сайламайды екен, бақыт құсы
құсы деген бір құсы ұшырады екен. Сол бақыт құсы кімге қонса соны қан сайлайды. Қарадан қан болған Қалдыбайым бар дейді себебі. Бұл қан болу деген Шыңғыс ханның ұрпағы, төренің ұрпағынан болу керек еді. Енді ол төре емес, бірақ әлгі құсты ұшырып еді. Құс келіп жаңағы қазақтың басына келіп қонды. Бір қонып еді, ұшырып жіберді. Екінші айналып келді, тағы ұшырып жіберді. Үшіншіде тағы ол үшіншіде сол қазақты тауып алып келіп қонды басына әлгі құс. Енді болмайды деп төрешілер келді, жаңағы қазақты алып келіп қан сайлады. Осы Қоқанға 6 жыл қан болған Қалдыбай деген кісі. Жақсы әділ қан болған. Есің барда Елтап деген елді сол көшіріп қайтадан жаңағы еліне кететін болып, ұлықсат сұрап кеткен уақытында оның атасы Шаншықлы екен, әйел алған атасы, қайынатасы. Сол Шаншықлының 4 баласы болған екен, 4 баласынан 150 үйдей үй болған. Соның бәрі көшіп, әділ қан еді, жақсы қан еді. Не де болса, осы Қалдыбайдан қалмайық, осының еліне барайық. Міне сол Шаншықлылардың жаңағы біздің елге баратын себебі сол. Соның біреуі Тілепберген дегеннің баласы, біреулерінің баласының балалары. Сол қабақтан қыз алып, қабақ болып, бұларды сіңісіп кетті. Шаншықлы. Міне сол Қазанғап, сол елдің жаңағы бұрынғы домбырашыларынан күй үйреніп, берек келе Қазанғап үлкен домбырашы болды. О да сол жаңағы әлгі Таласбайға әрі жиын, әрі күйеу болды. Сондықтан оның да қанына сол сіңген. Сол елдің күйін тартты. Бірақ үлкен ұлы домбырашы болып шықты Қазанғап деген. Сол Қазанғап болып кетті, әркімдермен тартысты. Енді сол Қазанғаптың күйлерін тартып берейін. Күй шақырғыш.
барлық тарихына сендерге осын айтып жатпай қояйын, ұзақ уақыт алып кетермін. Сондықтан Қазанғап күйлері кітаптарда да айтылған, барлық жерде де бар. Енді мен осы күйді орындап, қазір мінекей 70-тің үшеуіне келіп отырмын. Осы шақта менің қандай ойнайтынымды көріңдер. Домалатпай ақ желең. Бақайын сізді мынау қазақ елі күйші домбырашы ретінде Қазанғаптың күйлерін жарыққа шығарушы, соны халыққа таратушы қайраткер ретінде өте жақсы біледі. Әсіресе мына
аймақтардың туындары сіздің сондай өнерге берілгеніңізді ағарту жағынан, музыкалық ағарту жағынан өте көп халық арасында еңбек жасап жүргеніңізді өте жақсы білемін. Сіз туралы сіздің күйші домбырашы өнерпаз қызыңыз туралы қазақ радиосында үлкен бір сағаттық хабар сатылу. Советтің кезінде осы 10 шақты жыл бұрын Рамзафисте үлкен кітабымыз шықты. Бір сағат. Ол енді әркімнің қолынан келе бермейді. Бір жағынан оған үлкен білім керек, үлкен шеберлік керек. И мынау қаражат жағынан, конечно, ондай кітаптар қазір өте қымбаттырып бәленбай мың теңге. Қазір өте ондай кітаптар шығару үшін талай қызмет жасау керек. Кезінде бір үлкен жайлы істедіңіз. Халқымыз біліп отырсыз. Елге өте таныссыз. Оған қарамай, семьялық жағынан сіздердің балаларыңыз, қыздарыңыз білім алған, жоғары білімдері бар, Мәскеуде, Алматыда оқығандар. Жартысы Мәскеуден техникалық білім алып келсе, қалғандары Алматыда өнер институттарында, консерваторияда оқып жүр. Сіз бүгінгі келгенде енді жай қыдырып келген жоқсыз. Үлкен тойға келдіңіз, балаңыз, жетілдеген балаңыз мына консерваторияны бітіріп жатыр. Бұл да үлкен той бәрімізге. Сондықтан келген жолыңыз құтты болсын дейміз. Әр уақытта осындай жетістікке жете беріңіз. Әлі талай өмір сүріңіз. Құдайға шүкір. Мына басқа балаңыз ерсайын баса қарайды. Өнер институты, консерваторияның ағалығы белгілі ұстаз. Ол да сіздің еңбегіңіз деп есептейміз. Ел енді сізді мынау Қазанғаптың күйлері арқылы соны халық арасына таратушы үлкен бір белгілі қайраткер деп есептейді. Сондықтан Қазанғаптың күйлерімен қалай шұғылдандыңыз, қай уақытта бастадыңыз, не себеп болды соны бастап, соны айта кетсеңіз, сосын бірнеше күйін орындап берсеңіз Қазанғапты. Сол сұрайтынбыз. Жақсы, ол енді оның бәрі дұрыс. Мен ертеден-ақ 11 жастан домбыра ұстап, домбыра тарта бастадым. Әуелі халық күйлері, сосын Құрманғазы күйлері жарыққа шыққан. Солар арқылы домбыраны бастап едім. Дегенмен ел арасында Қазанғап деген кісінің күйлерін осы халық көп тартады екен. Менің өз заманымда сол күйшінің күйлерінің мазмұнды жағынан қазақтың өмір тарихына өте жақын
әдет ғұрыптарына өте жақын. Қазақтың өзінің жаңағы біз әлгі психология дейміз ғой, өзінің сол өмір тұлғасының ішкі жүйелерінің сол жаңағы қазақтың өзінің мұңы дәуреніне өте жақын философиялық мәні бар күйлер болғандықтан, осы балада болсам мені сол күйлердің мазмұны жағынан да, оның жаңағы әлгі күйдің ырғағы, сосын мына күйдің дыбысы, үні сәйкес келуіне байланысты мені сол тарта бастады. Содан мен құштар болдым, сол күйлердің әрбір орындалуында, әрбір домбырашы әртүрлі орындаса да, соның мазмұны бір. Кейбіреу жетіп тартады, кейбіреу жетпей тартады, соны ұштастыра осы елді өмірінің елді жартысынан көбін әлгі қариялардың ізін қуып, солардан үйренуменен болдым. Сонында болар, енді бүгінде мақтануға болмай, сол кісілердің күйлерін сол өз күйінде сақтап, қиянат қылмай, осы кейінгі балдарға жеткізсем, сондағы біздің артымыздағы келе жатқан мынау артымыздағы балдар, артымыздағы ұрпақтар, алдағы ұрпақтардың өмірінің, бұлардың тұрмыс халдерінің жағдайларын осы күй арқылы білер-ау деген үмітте болдым. Еліңізде де талай шәкірттеріңіз бар ғой? Иә, бар. Солар да үйреніп, осы мен домбыра тартып дүниеге келе бастағаннан кейін, әлі домбырашылардың өздерімен тартысып үйрене жүріп, сол халық арасында мына Шаң Батырдың баласын шақырып домбыра тартқызып берші бізге деп халық жиналып, өздері отырған жерде соны шақыртып алып домбыра тартып, bizim kulübümüz, mektebimiz sol bolup keldi. El arasında oldu. Al endi ondan keyin berigirek hükümetke kelgesin жүрді. Ол енді сахнаға да шығып тартып жүрдік. Осы себептерменен енді мен Қазанғап күйлерінің айтуы шамалы жердегі домбырашылардың біразын білдім. Ол домбырашыларымыздың өзі, ұлы домбырашылар, ана кітапта да бар. Төртқара Жұмалы ұрығы. Мынау Қадырәлі Ержанов деген қабақ. Қазанғаптың тікелей шәкірттері болатын. Әбубәкір қызы, Зібира. Осылар тіке Қазанғаптың өзінен үйренген адамдар екен. Соларменен кездесіп, соларменен тартысып, қайтадан өздеріне күй тартып беру. Сол Кенжебай деген кісілермен кездестік табын. Нөкісте. Тағы да басқа мынау Келбет деген, Тілеулин деген кісілермен кездестік. Осы домбырашылармен кездесу менің өзімді сол шынықтырды. Сосын әбден сол күйді үйреніп болғаннан кейін жүрді, олардың батасын алдық. Көпшілігінің. Әй, бәрекелді, бақытты бол, қарағым. Біздің бұл күйлерімізді үйренген еңбегімізді бағалап, бұл үйреніп жақсы қабыл алдың. Сондықтан біз енді сол көсегенге көрсін дейміз. Болашақ тартқыш болатын түрің бар екен. Ата-бабамның мына жаңағы нағашыларыңның әруағы қонған екен. Енді сен тарта бер. Деп маған жол көрсетіп, олар кезегін беріп жүр. Сондықтан да мен еркін шығып, халық арасында домбыра тартып кеттім. Енді ертеден де атағым бар еді, бірақ соңғы уақыттарда осы мынау консерватория арқылы жас түлектер үйренгісі келіп, Ахмет Жұбановтың өзінен
қатқа баралысып тұрдық. Осы Қазанғап күйлерін үйрену жағдайындағы қалай болар екен деген ол кісіден хат алып, хатта айтады, академияға жіберіңіз, күйлеріңізді өзің түсіре алсаң, түсіре алмасаң келіп осында тартып көрсетсең, кейінгі жастар бар, өзіміз бар, көмектесеміз деген хаты бар еді. Ол 50-60 жылдар ғой. Иә, ол 67 жылы жазған еді. Сонымен солдан кейін ақаң енді дүние салып кетті, мен кездесе алмадым. Бала-шаға көп болғандан кейін елдегі сол балдардан шыға алмай қалдым. Соларды оқыту керек болатын болды. Қалаға көшуге, қонуға менің мүмкіндігім болмады. 10 бала, оны өсіру тағдыры, оқыту. Сонымен елде кішкентай тұрмыс күйге жақсы болғаннан кейін жерде малымыз бар. Сосын жаңағы жұмысты да мына өнерлі жерде істеп едім. Нефтразветкіде, газпроводта айлығы көптеу болды. Сосын мына балдарға тамақ асырауға мүмкіншілік болды. Бұларды оқыта бердік кішкентен. Міне өстіп жүргенде Әбілхамит Райымбергенов деген жігітпенен сол кездесіп жас түлеп осы